Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода workbook оқулығының 14-15 беттерін түсіндіріп беретін боламын. Видеоны көріп бастамас бұрын ең алдымен каналға тіркеліп кетейік. Себебі мен көптеген уақытымды сендерге осы сабақты түсіндіру үшін жұмсаймын. Сол себепті еңбегімді бағалап каналға тіркеліп кетіңдер. Және де сұрақтарың болып жатса, комментарийге жазсаңдар болады, мен міндетті түрде жауап беремін. Бірінші жаттығу exercise 1, read the text, choose the correct answer дейді. Яғни текстті оқы дейді. Мына тексті және де мына жерден дұрысын белгіле дейді. Яғни текстті оқимыз. Hi Ben дейді, сәлем Ben дейді. Яғни Фредл деген адам Бенге арнап жазған хаты. How are you? Сен қалайсың дейді. I'm at a big activity center in Scotland this week. It's fantastic. Яғни мен Шотландиядағы өте бір керемет бір орталықтамын дейді осы апта. It's fantastic. Бұл жер өте керемет дейді. There are 10 different activities for young people. Бұл жерде жас адамдарға арналған 10 өте қызықты жаттығулар болады дейді. I'm here for 6 days. Мен мұнда 6 күннен бері осындамын дейді. From Monday to Saturday. Яғни дүйсенбіден сенбіге дейін дейді. It's Wednesday today. For the activities were in class of 7 students. Бұл үйірмеде бір группада, яғни 7 студент бармыз дейді. There are 4 girls in my class. Менің группамда 4 қыз және and 3 boys және 3 бала бар дейді. Harry, Alex and me. Мен және Harry, Alex атты 3 бала бар дейді. Harry is my friend from school. Harry менің сыныптағы досым дейді. He is fun and he is very popular. Ол атақты және өте көңілді дейді. The activities are in the morning. Today is climbing with my favorite activities teachers Sam and Rebecca. Яғни бүгінгі біздегі жаттығу ол өрмелеу дейді. Өрмелеудегі менің мұғалімдерім Sam мен Rebecca дейді. Олар менің сүйікті мұғалімдерім дейді. They are from Colorado in the USA. Олар ақштағы Колорадо жерінен. And they are very good at climbing. Және олар өрмелеуден өте керемет дейді. I think climbing is exciting but dangerous. Өрмелеу бұл өте қызықты спорт, бірақ ол қауіпті дейді. See you on Monday at 5 o'clock at Drama Club. Дүйсенбі күні сағат 5-те драма клубында кездескенше дейді. Яғни бұл жерде Freddie is at a climbing school. Яғни Freddie өрмелеу мектебінен дейді. Бұл жерде А жауабын белгілейміз. Келесі екінші exercise 2, read the text деген. Текстті қайтадан оқы дейді. Complete the sentences with the words in the box. Яғни мына бос орындарды текстке байланысты нәтиже сөздермен толықтыр дейді. Бұл жерде бірінші жаттығуда C жауабын белгіледік. Енді екінші жаттығу. Friday is at the center for 6 days. Яғни ол бұл үйірмеде 6 күн бойы болады дейді. In Freddy's class there are 7 students. Freddy'дің группасында 7 студент бар дейді. Яғни 7. Келесі climbing is with 2 teachers from Colorado. Яғни өрмелеу үйірмесінде 2 мұғалім үйретеді дейді. Яғни 2 болады. Келесі the drama club is at 5 o'clock on Monday. Драма клубы дүйсенбі күні сағат 5-те болады дейді. Яғни осы сан есімдерді мына бос орындарға жазып шығамыз. Келесі үшінші тапсырма exercise 3, read the text again. Тексті қайтадан оқы дейді. Және are the sentences true or false? Және мына сөздер дұрыс па, дұрыс емес пе, соны жаз дейді. True or false? True or false дегеніміз дұрыс емес екендігін табуымыз керек. Бірінші, Friday is at center from Tuesday to Saturday. Яғни Friday бұл орталықта сейсенбіден жексенбіге дейін болады дейді. Яғни ол дұрыс емес, бұл текстте айтылған, ол дүйсенбіден сенбіге дейін болады. Сондықтан бұл бірінші сөйлем бізде false болады. False. Екінші, there are 3 boys in the class. Олар группада 3 ұл бала бар дейді. Яғни ол дұрыс, 3 бала бар екендігі айтылған. Сондықтан true жазамыз. Үшінші, Harry is popular. Яғни Harry деген жігітті ол атақты деп айтқан тексті. Яғни ол дұрыс. Үшінші. Төртінші, the activities are in the afternoon. Оларда келесі күні жаттығулар болады дейді. Яғни ол дұрыс емес, false болады.
Келесі 5-ші, Sam and Rebecca are students. Sam and Rebecca олар оқушылар дейді, яғни олар оқушылар емес, олардың мұғалімдері, иә. 5-ші false, дұрыс емес болады. 6-ші, Sam and Rebecca are good at climbing. Sam and Rebecca өрмелеуден өте керемет дейді, яғни ол дұрыс, иә. Келесі 4-ші, exercise 4, answer the questions, яғни сұрақтарға жауап бер дейді. 4-ші жаттығуға жауап береміз. Where is activity center? Бұл орталық қай жақта дейді, яғни текст айтылған, ол Шотландияда, in Scotland деп жауап беріпті. 2-ші, what day is it? Бұл қай күні дейді, Wednesday дейді. 2-ші, who is Freddy's friend? Фреддидің досы кім дейді, яғни ол Harry. 3-ші, who are Freddy's favorite teachers? Фреддидің сүйікті мұғалімдері кім дейді, Sam and Rebecca. Келесі, where are the teachers from? Ол мұғалімдер қай жақтан дейді, the USA, яғни ақштан. Келесі, 5-ші тапсырма, exercise 5, build your vocabulary. Яғни мына жердегі ауысып кеткен сөздердің орнын, әріптердің орнын дұрыстап мына жаққа жазу керекпіз бос орынға. 1-ші, бұл жерде my favorite activity is on Monday. Яғни менің сүйікті үйірмем ол дүйсенбі Wednesday, яғни Wednesday деп жазамыз, 1-шіге. Келесі, the photography class is on Monday. 3-ші, there is taekwondo lesson on Thursday. 4-ші, the dance class is on Saturday at 9 o'clock. 5-ші, Tuesday is a boring day. 6-ші, there are no classes on Sunday. Яғни мына жерде бізде сөздердің орны ауысып кеткен әріптері. Соны дұрыстап жаздық. Келесі бізде 15-ші бет, exercise 1, write the sentences using capital letters in the correct place. Яғни мына жаққа біз сөйлемдер құрап жазуымыз керек. Бұл жерде my name is Rosa дейді, яғни бізде сөйлемдер берілген, сол сөйлемдердегі мысалы бас әрпі жазылмаған, соның бәрін дұрыстап жазуымыз керек. 1-ші, my name is Rosa, яғни мынау дұрыс сөйлемдер. 2-ші, I'm from Brazil, мен Бразилияданмын дейді. 3-ші, is your favorite film Shrek? Сенің сүйікті фильмің Шрек па дейді. 4-ші, the music club is on Monday, музыка үйірмесі дүйсенбі күні ме дейді. Күні дейді, яғни 5-ші, he is a Manchester United fan, ол Manchester United, яғни Манчестер клубының фанаты ма дейді. 6-ші, Hamburger is a big city in Germany. Hamburg, яғни Германияның үлкен қаласы ма дейді. Осы сөйлемдер дұрыстап мына жаққа жазып шығамыз. Келесі 2-ші тапсырма, exercise 2, find 10 more mistakes in the paragraph and rewrite it correctly. Яғни 10 дұрыс емес жазылған сөйлемдер табуымыз керек және оны дұрыстап жазуымыз керек. Бұл жерде мына мәтінді, яғни нүктелерін барлығын дұрыстап көшіріп жазамыз, яғни мына сөйлем дұрысталған дұрыс нұсқасы. My name is Michael and I'm from Cairns дейді. Менің есімім Майкл және мен Cairns қаласынанмын дейді. It's a city in Australia. Ол Австралияның қаласы дейді. I'm interested in English music and my favorite band is Coldplay. Мен ағылшын музыкасына қызығамын және сүйікті группам Coldplay дейді. I'm tennis fan. Мен теннистің фанатымын дейді. My favorite player is Maria Sharapova. Менің сүйікті ойыншым Мария Шарапова дейді. I think she is great. Мен ойлаймын, ол өте жақсы дейді. Осылай текстті дұрыстап жазамыз. Келесі 3-ші тапсырма, exercise 3, complete the information with the words in the box. Яғни мына бос орындарды мына сөздер арқылы толықтыруымыз керек. Бұл жерде жазамыз, яғни 1-ші орынға name дейді. Алтынай Мамметова дейді. Boy or girl дейді, яғни ол қыз. Age дейді. Жасы 12-де екен, 12 дейді. Town or city, қалама әлде ауыл ма дейді, яғни Ақтау деп жазыпты. Country, яғни елі, Қазақстан, мемлекет. About you дейді, ол туралы дейді. Music, яғни I like hip-hop music. Мен хип-хоп музыкасын атамын дейді. I'm a Kanye West fan дейді, яғни мен Kanye West'тің фанатымын дейді. 3-ші, I think he is a great. Мен ойлаймын, ол керемет әнші дейді. Sports and activities. Спорт және оның үйірмелері дейді. I like basketball and volleyball. Мен баскетбол мен волейболды ұнатамын дейді. I'm also interested in photography. Және де мен
фото түсіргенге қызығамын дейді. Келесі clubs, яғни үйірмелер. I'm in an art club at my school. Мен мектептегі сурет үйірмесіне қатысамын дейді. Actors. My favorite actor is Daniel Radcliffe from the Harry Potter films. Менің сүйікті актерім Гарри Поттер фильмдегі Daniel Radcliffe дейді. Келесі 4-ші тапсырма. Exercise 4. Complete the information about you. Өзің туралы жаз дейді. Бұл жерде мен мысал ретінде жаздым. Өздеріңе байланысты етіп өзгертсеңдер болады, иә. Бұл жерде жазамыз. Мысалы, name дейді. Бұл жерге есімімізді жазамыз. Және ол болсақ бойды белгілейміз, қыз болсақ girlды белгілейміз. Келесі age дейді. Жасымызды жазамыз, иә, мына жерге. Келесі town or city. Қала немесе ауылдарының атын жазасыңдар. Келесі country, яғни country жерге бәріміз Қазақстанда тұрғандықтан Қазақстан деп жазамыз, иә. About you дейді, сен туралы дейді, яғни қандай музыканы атамыз, музыка деген жерге қандай музыканы атамыз, соны жазамыз. Sports and activities дейді, яғни қатысатын спорттарыңды немесе ұнататын спорт үйірмелерін жазсаңдар болады. Келесі clubs, яғни бұл жерде спорттық үйірме немесе шахмат үйірмесі болса, соны жазасыңдар. Яғни келесі actors. Бұл жерге сүйікті актерларыңды жазсаңдар болады.